балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, ашық сабағымыздың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығы. Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығы. Жүсіпбек Аймауытов деген кім екенін білесіздер ме? Ақын, жазушы, қай кезеңдерде өмір сүрген. Сол туралы мен сіздерге бүгін барлығын айтып түсіндіретін боламын. Ең алдымен бір-біріміздің жақсы көңіл күй сыйлау үшін тілек әдісін бастайық. Яғни біз бір-бірімізге тілек айтамыз. Бұл бізге не үшін керек? Себебі жұмысқа деген өзіміздің көңіл күйімізді көтеріп және деген сабаққа деген сабақта барлығы бір-бірін тыңдап отыру үшін. Жақсы ма? Ал сіз, Айша, сізден бастап жіберсін. Сағыныш ашық сабаққа зейін ашылсын. Нұрбол бүгінгі сабақ демейсіз. Ислам бүгінгі күн сәтті өтсін. Азамат бүгінгі күнде күн сүре өт. Бүгінгі сабақта белсенді жағдай. Бүгінгі тақырыпқа өтпес бұрын бірінші үйге берген тапсырманы сізден сұрайын. Бізде үй тапсырмасы Абай шығармалары, яғни біз Абайдың өмір баяны, Абайдың орыс достары шығармалары туралы сізден сұрап кетейін. Өйткені біз Абай туралы бөлімді аяқтап жатырмыз. Алдымен жаңа тақырыпқа өтпес бұрын үй тапсырмасын сізден сұрап алайын. Ол үшін рулетка арқылы, яғни сіздердің аттарыңыз жазылған қай адамға түседі, сол адам үй тапсырмасын, сол адамнан Абай туралы шығармалары туралы үй тапсырмасын сұрайтын боламын. Ал бастадық. Дайынсыздар ма бағыттарың? Бастаймыз. Нұрбол. Абай Құнанбаев. Үй тапсырмасы қандай еді? Абай Құнанбаев 1845 жылы туылған, 13 тамызда дүниеге келген. Ол Семей облысы Қарқара дейтін ауылда дүниеге келген. Жастайынан әжесінің қолында болған Зере. Оның көптеген өлеңдері бар, қара сөздері бар, 45 қара сөзі бар. Сосын оның орыс достары бар. Абайдың өлеңдерін аударған орысшаға. Немесе Абай орыс достарынан қазақшаға аударған. Қандай орыс достарын білесің? Кімнің өлеңдерін аударған? Лермонтов, Пушкин, тағы не айта аласың Абайдың? Кімнің баласы оған? Құнанбай. Неше жасына дейін оқыған, қандай қызмет атқарған? Ол әкесінің қасында жүрген, елді басқарған жастайынан. Әкесінің аты кім? Құнанбай. Жақсыңдар ма отыр? Абай Құнанбаев. Шадияр. Үйге берген тапсырма Абай Құнанбайұлы. Үйге берген тапсырма Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Қарқала ауылында Семей облысында дүниеге келген. Кішкентай кезінен зерек болған, әжесінің қолында өскен. Әкесінің аты Құнанбай, анасының аты Ұлжан болған. Әкесі төрт әйел болған, соның екінші әйеліне тараған. Сосын Абай ауыл Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда дүниеге келген. Семей қаласында Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Семей облысында дүниеге келген. Ол ақын, жазушы, аудармашы, қоғам қайраткері. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманындағы мен үй тапсырмасына Абай Құнанбайұлы туралы сөз жолдап қойды. Абай Құнанбайұлының шын есімі Ибрахим.
Абайдың әкесінің аты. Құнанбай. Жаңа тақырыбымыз Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі мен шығармашылығына өтейік. Жүсіпбек Аймауытов 20 ғасырдың басында ұлттық әдебиеттің барлық жанрында, барлық өкімді қаламгердің қатарында ақын да, прозашы да, әрі драмашы, сыншы, әрі публицист ретінде көрінген. Жүсіпбек Аймауытов қазақ әдебиетінің жаңа өріске шығуына мол еңбек атқарған. Ол 1889 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауылында дүниеге келген. 15 жасына дейін ауыл молдасына хаттанып білім алған. Одан кейін әртүрлі молдалардан білім алып, өз білімін жинайды солай. Соның нәтижесінде ауыл арасында өзі де молда болады. 1907 жылы Баянауылға барып, орыс қазақ мектебіне түседі. 1911 жылы орыс қазақ мектебін аяқтайды. Жүсіпбек Аймауытов 1914-19 жылдар арасында мұғалімдер семинариясында оқиды. Сөйтіп, Алаш қозғалысына қатысып, Абай журналының шығуына атсалысқан. 1919 жылы Аймауытов Семейде, Павлодар кеңес үкіметінің жұмыстарына араласады. Арасында әртүрлі саяси жұмыстарға да араласып кетеді. Көптеген әңгіме өлеңдері бар, солардың бірі Қартқожа, Ақбілек, Күнкейдің жазығы атты роман оқиға хикаялары бар. Сонымен қоса Жүсіпбектің Рабиға Қанапия мен Шарбану Мәнсапқолла Шернияз пьесасы газет бетіне жарияланған мақалалары бар. Енді мен сіздерге Жүсіпбек Аймауытов туралы мәліметті көрсетіп жіберейін. Ол үшін біз QR код арқылы Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы Семей облысының Қызылтау ауылында дүниеге келген. Ол Керекудегі мектеп-интернатта, Семейдегі мұғалімдер семинариясында білім алған. Жүсіпбек Аймауытов психология саласында 6 кітап жазған. Оның психология атты оқу құралы. Ақбілек романына тоқтала кетсек, Ақбілек романы 20 ғасырда қазақ ауыл тұрмысы, қыз балаға деген зорлық-зомбылық қыз баласының ішкі дүниесі. Басқа ұлтқа таптал, соның кесірінен аяғы ауырланып, жігіті Бекболаттың ел сөзінен қорқып қызды қабылдамауы туралы жазылады. Жүсіпбек Аймауытовтың жеткізбек ойы сол жылдар адамдар аңсаған азаттық. Ақбілек романы Жүсіпбектің тұңғыш романы, ол 1927 жылы Әйел теңдігі журналында жарияланған. Ақбілек романында қазақ ауылындағы дүрбелең жылдар, солардың дәстүрі, тұрмысы, жеке адамдардың іс-әрекеті, қарым-қатынастары, басты кейіпкер Ақбілек қызымыз, яғни бір қазақ қызының күрделі тағдыры бұл романда көрсетілген. Келесі романымыз ол Қартқожа романы. Қартқожа романы 1926 жылы Қызылордада жеке кітап болып басылып шыққан. Бас кейіпкердің прототипі ретінде Қартқожа Жанаұлы Тоғанбаев туралы айтылады. Бұл қазақ кедейінің өмірі, оның әртүрлі арпалыстар кезіндегі күрделі тағдыры, эпикалық үлгіде көркем бейнелеуге арналған қазақ әдебиетінің алғашқы елеулі шығармалары болып келеді. Жүсіпбек Аймауытовтың тағдыры, өмірі, шығармашылығы туралы түсінсек, біз бүгін пицца әдісін пайдаланамыз. Яғни пицца әдісі бойынша бұл пиццалар, бұның ішінде Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылығына байланысты сұрақтар болады. Яғни сіздер таңдаған пиццаңыздың ішіне сұрағын алып, соған жауап бересіздер. Таңдаңдар, жақын жердегі таңдаңдар. Айша, Шадия, Сағыныш, бұл таңдаңдар, алыңдар. Қай жылы Жүсіпбек шығармаларының 5 томдық жинағы басылды? 1997. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармалары 1997 жылы шығарды деп айту керек толықтай. Жақсы ма? Келесі. Қай жылы қандай жаламен өлім жазасы кесілді? Аймауытовтың жаңа пицца әдісі сияқты гиперссылка әдісі бойынша, яғни таңдаған ұяшықтардан сұрақ беріледі. Сол сұрақтарға өздерің жауап бересіз. Яғни кері байланыс ретінде қараймыз, ол сұрақтың жауабы дұрыс па немесе дұрыс емес па. Шадия, сізден бастағым келді. Қандай сұрақты таңдайсыз? 5-ші.
Жүсіпбек Аймауытовтың тағдырында 1931 жылы қандай оқиға орын алды дейді. Оған ең басында халық жауы деген не жала жабылады. Одан кейін барып өлім жазасы кесіліп 31 жылы. Қазір сұрақтың жауабын қарап жіберейік. Дұрыс па, дұрыс емес па? Айбек, қандай сұрақты қандайсыз? 3. Үшінші ұяшық Жүсіпбек Аймауытовтың қызмет еткен газеттер атауы. Алаш, Атыз, Газет қандай? Қазір қарап жіберейік. Есіңізде қалмаса. Қазақ тілі және Ақ жол газеттерінде Жүсіпбек Аймауытов қызмет еткен екен. Есіңізде сақтап қалыңыз, жақсы ма? Отырыңыз. Дайын. Азамат, қандай сұрақты ұяшық таңдайсыз? Бірінші ұяшық. Бірінші ұяшық Жүсіпбек Аймауытовты қай жақтың тумасы? Жүсіпбек Аймауытов Павлодар облысы екенбіз. Дұрыс па екен, жауабына қарап жіберейік. Жүсіпбек Аймауытов Павлодар облысында туылған. Дұрыс айтып отырсыз. Келесі. Келесі кім жауап береді екен? Нұрбол, сізден сұрағым келеді. Қандай ұяшықты таңдайсыз? 8. 8-ші ұяшық Пушкин, Шекспир, Лондон, Гоголь бұл ақын жазушылардың Аймауытовпен қандай байланысы бар? Шығармаларын халық тіліне аударған. Дұрыс жауабын тексеріп жіберейік. Пушкин, Шекспир, Лондон, Гоголь бұл ақын жазушылардың шығармаларын Аймауытов қазақ тіліне аударған. Өте дұрыс. Отырыңыз. Кері байланыс ретінде, яғни сендер Жүсіпбек Аймауытовтың өмірі, шығармашылығы туралы түсіндіңдер ме, жоқ па, сол ретінде кері байланыс жасағым келіп тұр. Қазір сендер кітап оқымайсыңдар, немесе аз оқисыңдар. Бірақ көбіне TikTok, Instagram желілерінде көп отырасыздар. Ол не екенін білесіздер, яғни мен кері байланысты Instagram желісі ретінде жасап әкелдім. Яғни бұл жерде қараңдар. Жүсіпбек Аймауытовтың сабағы мынандай бөлімдерден тұрады. Яғни маған сабақ ұнады, яғни мен түсіндім десе лайк, мен түсіндім дегенге жерге саласыздар. Мен түсінбедім, маған қызықсыз, мен үйге барғым келіп тұр деген болса, мына жерге саласыздар. Және де мен түсіндім, және де басқа балаларға түсіндіре алам деген болсаңдар, мына бөлімге саласыздар. Түсініп тұрсыңдар ғой? Енді бастайық. Мына жерде бірнеше бөлшектері тұр. Яғни осындай. Соларды алып, өздеріне. Мен осылай тұрайын. Келіңіз біртіндеп келіп, салуыңызға болады. Және айтып кетесіз. Осы ақпаға түсінікті болды. Қызықты болды ма? Қызықты болды. Жақсы, отырыңыз. Келесі Айша. Бүгінгі сабақтар өзіме керек деп ойлаймын. Азамат. Қандай аласың ба? Түсіндіре аласың ба басқа балаларға? Бүгінгі сабақта өзіме керек мәліметтерді және де өздерің бағалайсыңдар. Бағалау критерияларын алып келдім. Әрбір бетте студенттің аты, жөні, топпен жұмыс жасадыңдар ма, креативтілігіңіз, өздеріңе қандай баға қоясыз, сол жерге балл бойынша өздеріңе қойып шығыңыздар. Осыған қарап, және де ойласа келіп, мен сіздерге бағаларыңды қоямын. Енді бүгінгі тақырып бойынша үй тапсырмасын берейін. Үй тапсырмасына Жүсіпбек Аймауытов туралы берілген конспект дәрістерімізді оқимыз және Жүсіпбек Аймауытовтың шығармашылығына кішігірім эссе жазып. Бағалау процестеріне өтетін болсақ, бүгін өте белсенді болған Айшаға мен 5 деген баға қоя аламын. Бұл жерде сонымен қоса Болатов Нұрбол тұр. Өзін 4 деген бағаға бағалапты, яғни топпен жұмыс жаса алуы, өзін креативті көріпті. Сізбен келісе аламыз.